Бүгін Әділет демократиялық партиясының төрағасы Мақсут Нәрікбаев Батыс Қазақстан облысындағы бірқатар кәсіпорындарды аралап, Оралдағы Ғарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық филармонияда сайлаушылармен кездесті. Жиында сөз алған партия төрағасы өткеніміз бен бүгінімізге көз жүгіртіп, мемлекетіміздің 20 жылда қол жеткізген табыстарын саралай келе, биылғы сайлау науқаны заң шеңберінде өтуде деп атап өтті. Батыс Қазақстан облысында партияның 2400-ден астам мүшесі бар. Мәжіліске 59 үміткер ұсынып, орталық сайлау комиссиясы оның 56-ын тіркеуден өткізген. Олар еліміздегі еңбек қатынастарын реттеу үшін ең алдымен еңбек кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізіп, кәсіподақ ұйымдарының мәртебесін көтеру керек деп есептейді. Партияның әділетке барар жол және 2017 жылға дейін әділеттікке 17 қадам деп аталатын сайлауалды бағдарламасында ұлтаралық татулықты одан әрі нығайту, денсаулық сақтау саласы мен білім сапасы сияқты бірқатар маңызды мәселелер қамтылған. Партия төрағасы енді Алматы, Шығыс Қазақстан облыстарының тұрғындарымен кездеспек. Әділеттің ақ жолы деп атап, сол әділеттің ақ жолына 5 жылда жету үшін біз бағдарламамызды әділетке 17 қадам деп атадық. Сол 17 қадамның әрқайсысында әр саладан жастар мәселесі, зейнеткерлер мәселесі, экономика мәселесі, барлық сот жүйесі мәселесі, үкіметтік мемлекеттік басқару мәселесі